kızlar gelip bana ayıttı. Al çay aldık. Oy niye içmeyeyim sizlerin çayından dese. Olmasa içirdi. 3 gün içkenden keyin abdan sonun bol kaldı. Bir nedelede içinde papilloma yok. Nimalar yok. Hicresi yok. Men постоянно больницада давлением çıkıp, давление murnum kanap, 25 min karabaltada jattım. Akçalarını bererdiler. Никак не могла успокоиться. Больницаға барсаңыз, оказывается, еще хуже болар екенсіз. Енді бұны ішкеннен кейін мен абдан соның болып қалдым. Вообще ішерсем жоқ. Грижа, я вот такая толстая была, 85 кило, қазір вот похудела, похорошила, бара қызлар білет бәріні. Абдан соның болып қалдым да. Бұрын вообще не могла, ходить не могла, да. Катаракт. Мен көзімді катаракт деген. Мен декабрда іштім, 2 айдан кейін больницаға бардым. Больницаға барсам, маңа катарактыңыз жоқ дейді. Қандай жоқ. Мені больница текшергеннен кейін мені алып барды городқа направление беріп. Тяқта текшерді, жоқ. Ну нету и все. Как нету? Ну нету. И там проверили, здесь проверили, нету. Потом я сама уже успокоилась, уже точно. Бәрге уже айтып башладым. Мен уже катаракты, вот этот вот коллаген чай бар ма, оши чайны içtim. И көзіме тамтырдым. Вот, пожалуйста, у меня все хорошо қазір. Бәрі içіп жатыр. А қызым, вот қызым айтады, у нее все время аллергия. Аллергиясы ташып, постоянно маған шамайды, бір күні içті, горячий шоколад. Азанда кірді, бәрі ол ішкі, выкинула все. Бір неделяның içinde қызым жақсы болды. Вот, пожалуйста, 4-5 жыл страдала этим, вот это, қиналып жүрерді. Абдан, вот такие дела. Içіңіз, бәріңді алыңыз, абдан соның нәрсе болады.